Жангелиев Элдар Самиғұлыұлы, дәрігер-акушер-гинеколог. Мен 2013-2018 жылдар аралығында Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінде бакалаврды оқып, сол Батыс Қазақстан медицина университетінде интернатура-резидентура бойынша білім алдым. Қазіргі таңда 2020 жылдан бастап Орал қалалық көпбейінді аурухананың құрамындағы босану бөлімінде 4 жыл жарым жұмыс атқардым. Және де осы ақпан айынан бастап Атырау қалалық перзентханаға келіп жұмысқа орналасып, қазіргі таңда босанудан кейінгі бөлімнің меңгерушісі қызметін атқарудамын. Бізде босанудан кейінгі бөлімге келетін болсақ, босанудан кейінгі бөлімде босанушылардың көңіліне қарай, яғни палаталар екі түрге бөлінеді: ақылы және ақысыз. Ақылы палаталардың өздері бірнеше түрге бөлінеді, яғни қасындағы партнермен, партнерсіз және жеке жататын палаталар болып бөлінеді. Біздің босанушыларға келетін болсақ, яғни жүктілікті, яғни жоспарлау. Біздің барлық әйелдерге айтатынымыз, ақылымыз акушер-гинеколог ретінде жоспарлы түрде жүктілікті пландау. Біздің балаларымыз біздің болашағымыз болғандықтан, сау бала дүниеге әкелу үшін жүктілікті пландап, жүктілікті уақытымен учетқа тұрып, барлық анализдерді тапсырып, уақытылымен приемдарға келуі міндеттеледі. Медицина таңдаған себебім бала кезімнен қызығып, көптеген журналдардан дәрігерлердің жетістіктерін көріп, соған талпынып осы дәрігер болдым. Қазіргі таңда біздерде негізі диагноздер бойынша сезонный дейді. Яғни көктем келіскен кезде гестационный гипертензия, преэкламсия дейді, яғни артериялық қан қысымы, әйелдердің артериялық қан қысымының көтерілуімен анықталады және байқалады. Барлық жерде, қай жақта да болса да барлық диагноздер кездеседі. Но көбінесе біздің осы Атырауға келіп байқағаным сол преэкламсия, яғни артериялық қан қысымының көтерілуімен және ісіктермен әйелдер көп кездеседі. Біздің ең қиын операция, яғни біздерде босану болғасын қан кету болады. Қан кеткесін қанды тоқтату көлемінде, яғни үлкен оталар жасалады. Соның ең қиын операция дейтін бізде экстирпация. Біздің қалалық перзентхананың дәрігерлеріне келетін болсақ, біздің ұжымда жалпы жас мамандардан құралған, жас мамандар болғанымен өз ісінің мамандары. Біздің қалалық перзентхананың өзіне келетін болсақ, жалпы перзентхана барлық босанушыларға жағдай жасалған, яғни барлық құрал-жабдықтармен, аппараттармен толықтай жабдықталған, барлық көмекті уақытылы көрсетілуге қолайлы.